26 сәуір президент сайлау күні таң атпай ерте сайлауға ең бірінші келген адамға Астаналық сайлау комиссиясы керемет сыйлық дайындап отыр екен. Бірақ оның көлік пе, шетелге жолдама ма әлде символды түрдегі қарапайым дүние ме, оны ашып айтпады. Сайлау комиссиясы өкілдерінің сөзінше бұндай сыйлық бюджет қаражатынан емес, демеушілер тарапынан беріледі. Жалпы кезектен тыс президент сайлауына дайындық қызу жүріп жатыр. Бүгін Астанада дауыс беру учаскелерінің қызметкерлеріне арналған семинар өткізілді. Қазіргі таңда сайлауға дайындық шараларына 70 мыңға жуық азамат тартылып отыр. Әдеттегідей олардың дені мұғалімдер болмақ. Өйткені елдегі 9700 сайлау учаскесінің басым бөлігі мектептер мен жоғары оқу орындары. Енді солардың бәріне дауыс берушілерге арналған тартулар тартылмақ. Ал сыйлықтың қандай болатыны демеушінің жомарттығына байланысты болмақ. Қаржы бөлген жоқ, предпринимательдер өздері сыйлықты дайындап, сол дауыс беретін учаскаларға әкеп береді.